чат GPT-ді қалай тіл үйрену үшін қолдануға болады? Енді қазіргі кезде мен жаңа бұрынғы видеоларда айтқанымдай, ағылшын тілін мен тереңірек үйреніп жатырмын. Енді ол үшін әрине мен чат GPT-ді қолданамын. Қалай қолдануға болады? Бірінші кезекте біз тіл үйренген кезде өзіміздің деңгейімізге келетін мәтіндерді оқимыз. Мысалға, тіл үйренген кезде деңгейге бөлінеді. А1 деген бірінші деңгей, ең қарапайым, ештеңе білмейтін болсаңыз соны оқисыз. А2, В1, В2, С1, С2 деген. Сізге егер А2 деңгейінде текст керек болатын болса, не істеуге болады? Текст, былай жазамыз. Текст на английском уровень А1 деп жазамыз. Мына жерде сол кезде бізге А1 деңгейіне арналған мәтіндерді шығарып береді. Міне дәл осылай. Бұл жерге былай жазсаңыз болады. Ағылшын тілінде мәтін А1 деңгейіне арналған осындай тема туралы деген секілді. Сол кезде сізге соған қатысты да мәтінді мысалға шығарып береді. Мысалға жаза, про бизнес. Мына жерде міне А1 деңгейіне арналған мәтін және бизнес туралы. My small business. I have a small business. I sell handmade candles деген секілді. Одан кейін бұны тыңдасаңыз болады әрине. Міне мен мысалға менің құлағымда наушникте осы мәтін тұр. Бұл енді өте керемет функция, осыны қолдануға болады. Енді екінші Илья Франк методы деген бар. Бұны біз чат GPT-ді қалай қолдануымызға болады? Бұл деген қандай сөз? Мысалға, сіз егер ағылшынша ештеңе білмейтін болсаңыз, мысалға маған мынау түсініксіз. Сіз ештеңе білмейтін болсаңыз, себебі менің деңгейім кішкене жоғары. Білмейтін болсаңыз, былай істеуге болады. Илья Франк деген кісі бар, ол кісі мынадай метод орнатылған. Мысалға, I have a small business. У меня есть маленький бизнес деп. Мына жерге мысалға переводтап, немесе астына переводтап шығару мүмкін. Оны біз чат GPT-ге айта аламыз. Текст на английском уровень А1 на метод. Енді мен сізге жаңағыдай ағылшын тілінде қолдануды ұсынамын. чат GPT-де негізі ағылшын тілінде ыңғайлы. Мен өзім бұндай тексттерді жазған кезде мына запростың бәрін ағылшынша жазамын. Илья Франко деп жазамыз. Сол кезде бізге осындай міне мәтін шығарады. John Depter is opening, открывает a new cafe, новое кафе. He он хочет to sell coffee and cakes, продавать кофе и пирожный. Міне осындай жолдар арқылы сіз жаңадан мәтіндерді шығарсаңыз болады. Бұл Илья Франк метод деп аталады. Енді грамматиканы қалай үйренуге болады? Грамматикаға қатысты сіздің мысалы сұрақтарыңыз болатын болса, былай жазуға болады. Мысалға, на английском, английский язык, разница А и Н. Ағылшын тілінде жазыңыз әрине, А, Н дегенді. С примерами. Мысалға, мына жерде жазып қойған. А используется перед словами, которые начинаются на согласный звук. Н используется перед словами, которые начинаются на гласный звук. Мына жерде міне мысалдар бар. Осылай міне қолдануға болады. Одан кейін енді адамдар сөз жаттаған кезде мнемотехника деген дүниені қолданады. Бұл енді белгілі бір сөздерді белгілі бір дүниемен ассоциация жасау арқылы, байланыстыру арқылы үйрену. Мысалға, мен мысалға жазайын мынаған. Я хочу запоминать слова Apple через мнемотехнику деп жаздым. Мысалға, бізге мынадай мысал ұсынды. Apple деген сөзді былай жаттауға болады. Ангел пьет лимонад ежедневно деген. Apple деп осылай мысалға жаттайды. Сол сияқты әртүрлі мысалға иероглифтерді жаттайтындар бар, немесе Китай иероглиф бар. Мен өзім мнемотехниканы қолданбаймын, бірақ кейс ретінде сізге
көрсетіп жатырмын. Былай жазсаң болады, кез келген сөзді абсолютті түрде жазасыз. Осыны қалай мнемотехника арқылы жаттауға болады десеңіз, сізге бірнеше мысал келтіреді. Немесе айтам. Другой пример. Но маған ұнамады, басқа пример бер. Алиса подарила Петру летающий единорог. Деген секілді. Осындай міне сөздермен байланысты сізге мысал береді. Келесі бір, сіздің егер деңгейіңізді нақты білмейтін болсаңыз, айталық сізде белгілі бір сөздік қор болуы мүмкін. Ол кезде былай жазуға болады. У меня словарный запас на английском, мысалға, 300 слов. Нужен текст на этот уровень, чтобы увеличить словарный запас. Бұған сіз айтасыз, мен сөздік қорым бар болған 300-ақ сөз негізі білетінім. Енді осы сөздік қорды үлкейту үшін маған бір тексттерді оқу керек. Және маған соған текст керек. A day at the park. On a sunny day. Осылай мені кете береді. Әрі қарай соны оқисыз, бұл не істейді? Мына 300 сөзді есептейді. Окей, бұның 300 сөз болатын болса, деңгейі осынша. Соны кішкене қиындатады да, ішіне бір кішкене сөздер қосады да, новыйдан сізге осындай текстті генерировать етіп береді. Тағы да айта кетейін. Негізі ChatGPT-ді ағылшын тілінде қолданған дұрыс. Мысалға, мен көрсетейін. Generate A2, A1 English text деп мысалға жазатын болсам, мысалға маған латынмен жазған негізі әлдеқайда жеңіл, жаңа орысша қарағанда. Енді кішкене бұған жалпы ChatGPT-ге жазу үшін ағылшынша қатты біліп керек емес. Базовый деңгейде білсеңіз де, бұл сөздерді қолдану арқылы жазсаңыз да, бұл түсінеді. Мына жерде міне my daily routine. Hello, my name is Anna. I'm 40 years old. Деген секілді сізге тексттерді беретін болады. Осылай тіл үйрену үшін ағылшын тілі болама, испан тілі болама қолдануға болады. Тек қана ағылшын тілі емес, испан тілінде қолдануға болады. Мысалға, немесе араб тілі. Мысалға, A1 Arabic text. Мына жерде міне бізге текст береді, плюс астында hello, my name is Ali, I'm from Egypt, I'm learning Arabic. Сол кезде сізге осындай мәтінді береді. Енді мына аудионы басу арқылы көрсеңіз болады, мына ағылшыншасын ағылшынша оқиды, арабша түрін арабша оқиды бұл. Мына жерде міне Hola, me llamo Ana. Осы жерде осы текст кетеді, астында міне сізге тіпті переводын да берді. Бірақ жаңағыдай орысшасын бер десеңіз, сізге орысшасын береді.